Қазір сағат бізде 7:30. Кеттік бірге. Барлықтарыңызға сәлем, және бұл видеоны сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл видео өздеріңіз көріп тұрғандай Project 50-50 деп аталады, яғни толықтай өзгеріс. Бұл видеоны негізі бір ай түсіру керек, бірақ та мен сіздерге бір апта, 2 апта немесе бір айды бұлай үзіндісімен түсіретін боламын. Жалпы бүгін бізде бірінші күн. Бүгін мен бірінші сабаққа ұйықта қалдым. Сол үшін екінші сабаққа барамыз. Қазір киініп былай дайындалып алдым. Сол, және сіздерде де БЖБ-ТЖ басталып кетсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Бізде БЖБ-ТЖ болып жатыр. Мен осы нәрселерді істейтін боламын. Және бүгін бізде бірінші күн дайындық болады. Яғни бірінші күн бүгін мен, ертең бізде ПП басталады. ПП-ға дейін мен бүгін голодание жасаймын. Яғни біз күнделікті тамақтар жейміз, сол үшін де оны кішкене асқазанға демалыс керек. Сол үшін де бүгін бізде ашығу күні. Яғни бүгін мен сіздермен бірге бір күн ашықсаңыздар болады. Су нормасын дұрыс жесеңіздер болады, және алма, айран жесеңіздер болады. Алма, айран. Бір продукты ғана таңдама. Осы парағына соны шығартып алатын болам барып. Солай бүгінгі күн дайындық. Ертең толығымен бастайтын боламыз. Ал қазір мен екінші сабаққа барам. Мен шықтым. Негізі сағат 8:30 болды. Екінші сабақ 8:40-та болады. 20 минутта бара үлгеремін. Солай. Оқып БЖБ-ларға дайындалып болдым, және түскі асымды да ішіп алдым. Енді келесі кезекті көретін боламыз. Өз сабақтарымды оқып алып, сабақ түсіндіріп жатырмын, және қазір жаттығу жасап алдым. Осындай шығартып алдым. Енді копилканы ертеңнен бастап жинайтын болам. Мына жақта 100 000 теңгеге ғана. Мен надеюсь, 100 000 теңгені Құдай берсе сіздермен бірге бастағаннан кейін тастамау керек. Қалай да жалғастыратын боламыз. 100 000 теңгені мен жаз бойы жинаймын. Немесе жаздан ертерек бітсем әрине жақсы. Солай. Қарап тұрсаңыздар, бағалары өте қолайлы. Мына жақта 900, 400 ыңғайлы енді. Енді мен 50 000 теңгені шығарта алмадым. Негізі светный шығара алмадым, но болады. Ең басты ниет. Осымен бұл бізде бірінші күн аяқталды. Жалпы мен қазір жаттығу жасап болдым. Мен негізі күнделікті 1 сағат жаттығу жасаймын. Сол үшін мен қатты терлемеймін. Уже 1 және 2 жылдай болып қалды жаттығуға. Сол үшін де ағзам үйреніп қалған. Сол енді бүгін бізде дайындық болды. Өздеріңіз көргенде копилканы шығарттым. Және бүгінгі істелген істерімде медитация істелді, жаттығу жасалды. Ерте тұрдым. Кітап оқылмады, шыны керек мойындаймын. Кітапты енді оқитын болам. Қазір осыдан кейін душқа түсемін. Прогулка, кетіп бара жатырмын прогулкаға. Жалпы прогулка орындалды деп санаймын, потому что мен точно істеймін, сіздерге уәде бердім. Дәл солай бүгінгі осы істер орындалды. Енді ертең және бүгін видео контент өте жақсы болды. Енді бүгін негізі мен бір тілдерді үйренгім келіп жүр. Ағылшын тілін шыны тастап кеттім. Тастап кеткен жоқ, мен бір аптадай ағылшын тіліне демалыс алып. Мен постоянно ағылшын тілін оқимын. Өзім курстарға да қалай қалсам, уже менде президент деңгейінде тұрмын. Сол енді Құдай берсе екінші деңгейге жететін боламыз. Соғынға дейін кішкене бір апта болсын ағзам демалдым, миым ағылшыннан прям шаршап кетті ағылшыннан жалғатындай. Енді ертеңнен бастап осы істерді қайтадан қосатын боламыз. Велография курсы өте қатты ұнатамын. Қызық болып келіп жатыр, оны тоқтатам деген ойым жоқ. Және ағылшын тілін ретінде жалғастыратын боламын. Орыс тілі және түрік тілі барлығына үлгеретін боламыз сіздермен бірге. Так что менімен бірге болыңыздар. Егер сіздер қазір шаршап бара жатсаңыздар, істегім келмейді десеңіздер, сіздерге айта кетейін. Айтпақшы, бір нәрсе айта кетейін. Бана мен голодание деп бастаған болатын, бірақ та бір себептерге байланысты мен голоданияны аштым. Яғни бір күнге ашуы күніне. Жоқ, мен сағат 2 сағат 2-ге дейін голодание ұстадым. Қалған ары қарай
қатты сылынып кетті. Негізі мен бұрын айтайын, оразада ұстап жүрмін, өздеріңіз білесіздер, бірақ та ақталып жатыр деп ойласаңыздар өздеріңіз білесіздер. Бірінші күн жалпы солай өтті. Бірақ та мен жаттығу жасадым, прогулка жасауға бара жатырмын, бағын беріп жүрдім дегендей 10 мың шаг емес, бүгін мен 9 мың 8 мың шаг жасадым. Солай. Завтрагым дайын. Творог және алма және 2 ас қана қант қостым. Негізі творогқа қант қоспасаң да онша емес болады. Бірақ та негізі мен бұрында 3-4 қасық қосамын, қазір 2 қасыққа қысқарттым. Келесі жолы 1 қасық қосатын боламын. Короче, бүгін 2-ші күн. Қазір мен мектепке келе жатырмын. 7-тен жаңадан 15 кетті. Біз просто так уборка жасаймыз мектепте. Солай. В общем, там медитация жасалды, таңғы жаттығу жасалды, таңғы ас жасалды, көп нәрсе істелді бүгін. Солай. Міне. Ешкім жоқ. Я 2-ші күн. Мен қазір қайтадан мектепке бара жатырмын. Негізі мен мектептен келдім, түскі асымды іштім. Содан кейін қазір резко мектепке кетіп бара жатырмын. Бізде ертең жарыс болады, соған қарсы. Шын керек, көзім қазір ашылып тұрған жоқ. Қалай бар, солай түсіріп тұрмын. Келдім. Бүгінгі біздің образ осындай. Look of the day болсын. Жалпы қазір спортзалдамыз. Спортзалдың стадионында 2 кругтай жоқ жүгірдік. Бірақ қазір қараңғы. Вот. Спортзалдан кейін қайтып бара жатырмық. Бүгін бізде 2-ші күн. Бүгін мен сабаққа бармадым. Сағат 9-да баратын боламын мектепке. Мен бүгін ерте тұрдым, медитация жасалды, вакуум жасалды, таңғы жаттығу жасалмады. Достар, бүгін бізде 4-ші күн, қателеспесем, және де бүгін бізде мектепке бардым. Мен сізге басында айтқан болатынмын, мектепке бармадым деп түсінбей қалмаңыздар. Яғни жалпы бүгін мен сабаққа барған жоқпын, тек сағат 10-да бардым. Себебі мен концертке қатысатын болғандықтан бардым. Енді үйге келдім, түскі асымды ішіп, ыдыстарды жуып, сөйтіп болдым. Енді қазір кішкене сабақ оқимыз, содан кейін далаға шығатын боламыз. Шай жинаймыз бірге. Жаттығу жасап болдым, істелген міне. Так, бүгін бізде 5-ші күн. Көздерім түсіп тұр. 4-ші күн. Жалпы мен қазір мектептен келдім. Бүгін бізде 2-3 сабақ қана болды. Сол, енді киімімізді ауыстырамыз. Копилкам жасалды, копилканы жасадым. Артындағы қағазын жабыстырып қойдым. Әзірше 100 мың теңге толтырып алайық. Шыны керек, мен ақшаны өте тез қырып тастайтын адаммын. Бірақ копилка негізі мен әдемі жасағанмын. Қазір саламыз ішіне. Так, достар, бүгін бізде 4-ші күн. Қазір мен душқа түсіп алдым. Бүгін осы істер орындалды, кітап оқу орындалды, курс орындалды. Бүгін кеше орындалмады. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Бізде бүгін 5-ші күн, ертең жұма. Қазір мен жаттығу жасап болдым. Қазір медитация істейтін болам. Медитация және жалпы енді келесі күндерді мен үнсіз аяқтайтын болам. Bir күнді сөйлемей толықтай. Қандай істедім? 1-ші, 2-ші толықтай осылай үнсіз ететін боламын.
5 күннен бастап және мен папаны алып тастаған болатын. Ұмытып кетпеңіздер. Неге дұрыс салмақтан дұрыс түсінбей жүрсіздер деп ойласаңыздар, мен осы шыны керек осы бір аптада көп нәрсе істеп жатырмын. Шыны керек прям енді жалқау емеспін. Бұрында шыны керек видеосыз кішкене видеода бәрі бірдеңе істейін көрсетейін айтқым келіп тұрады да, видео үшін бәрібір сен істейсің. Шыны керек адам өзгереді. Және New Project-тің жаңа проекттің бұл екінші бөлімін түсіретін боламын. Екінші бөлімде тәттіден, қанттан, наннан бас тартатын боламыз. Негізінен алдыңғы жолы осыдан бір ай бұрын мен бұл туралы бір марафонға қатысқам және ұстадым, толығымен шыдадым. Ал енді уже білемін рецепттері де ойбай нелер де бар. Енді келесі жолы бастайтын боламыз. Қазір жатос деп болдым. Қазір прогулка және спортзалға барып жүгіретін боламыз. Шар жинаймыз. Сабаққа барып келдім, кірлер жудым үшін солай. Білмеймін. Келесі күн достар, осымен менің видеом аяқталды. Мен қазір көзім түсіп тұр. Бүгін сағат 9-да тұрдым. Осы бір апта негізі өте жақсы өтті. Екінші бөлімін шығаратын боламын. Ал қазір мен уборка істейін деп жатырмын. Сол үшін барлықтарыңызға пока.